Жамбыл Жабаев көшесінде абаттандыру жұмыстарының қызған шағы. Бүгінде жаяу жүргіншілерге арналған жол ретке келтіріліп, кеспе тастар төселді. Тіпті қалалықтарға тынуға арналған орындықтар қойылған. Тұрғындар жаңа өзгерістерді айқын көріп отыр. Сейчас изменения в лучшую сторону. Нам очень нравится. Красиво сделали, аккуратно. Есть место, где посидеть, побеседовать, вот с бабушкой посидеть. Мы очень довольны. Скоро появятся фонари. Это очень будет хорошо. Жұмыстар Партизан мен Ульянов көшесіне дейінгі аумақты қамтып отыр. Мұнда орналасқан сауда орталықтар мен шағын дүкендерде қала көркіне сай болу мақсатында кәсіпкерлер өз учаскелерінің маңын қалыпқа келтіруде. Абаттандыру жұмыстарының учаскесі 2700 шаршы метр жерді алып жатыр. Работы были начаты в середине мая. Жұмыстар мамыр айының бел ортасында басталды. Осы жерде кеспе тастар қойылып жатыр. Кейін жарықтандыру, көгалдандыру жұмыстары жүргізілмек. Сондай-ақ түрлі архитектуралық фигуралар қойылады. Жамбыл Жабаев көшесі күннен күнге көркейіп келеді. Жаңа және ескі үйлер маңдарында гүлзарлар пайда болып, тұрғындарға қолайлы жағдай жасалынып жатыр.